Қия басқан сіңлімді қайтемін. Сіңлім мені тыңдамайды. Не істесем екен? Біз отбасында апалы сіңлі екі қызбыз. Мен үйдің үлкенімін. Сіңлім өзімнен бір жас кіші. Қазір менің жасым 25-те. Сіңлім екеуміз бір үйдің баласы болсақ та, түр-келбетіміз де, мінезіміз де, жалпы болмысымыз да екі бөлек. Екеумізді әкем мен өгей шешеміз тәрбиеледі. Анамыздың өгей екенін біз бойжеткенде бір-ақ білдік. Аллаға шүкір, әкемнің жары бізге өгейлігін ешқашан жасаған емес. Ал өз анамыз бізді біріміз 3-те, біріміз 2 жаста болған кезде әкем тастап кете барған. Туған анамызбен де танысқанымызға көп болған жоқ. Әкем марқұм өмірден өткен соң туған анамызбен таныстық. Алайда біз оны ешқашан анамыз ретінде қабылдай алмаймыз. Тек бізді дүниеге әкелген үшін де анда-санда қал-жағдай сұрасып тұрамыз. Бізді кіп-кішкентай кезімізде қиып тастап кеткен адамға бізге деген кейбір аналық махаббат болсын. Әйтеуір ол да өзінше кей-кейде жанашырлық сыңай танытқансиды. Негізінен менің айтайын дегенім анам жайлы емес, жалғыз сіңлім туралы. Соңымнан ерген сіңлімнің мінезі кішкентай кезінен өте қырсық болды. Өз айтқанынан қайтпайтын. Әкем оны барынша тәрбиелеуге тырысты. Бірақ ол жасөспірім кезінде тіпті ешкімге бағынбай кетті. Ұрысқан адамға қарсыласады, өзіне қол жұмсамақ болып қорқытады. Ақыл айтқан, жанашырлық танытқан адамның сөзін құлағына да ілмейді. Әкем мен анам сіңлім үшін кімнен сөз естімеді. Мектепте оқып жүрген кезінде талай рет оқудан шығып қалуына аз қалған. Оқушы кезінен үй қарасын көрмей қыдыратын. Сол кезден-ақ ішімдіктің де, шылымның да дәмін татты. Әйтеуір әкемнің арқасында орта мектепті зорға бітіріп шықты. Мен мектеп бітіргеннен кейін Алматы қаласына колледжге оқуға түстім. 3 жыл оқып, оқуымды бітірген жылы Алматы қаласының жігітіне тұрмысқа шықтым. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін көп ұзамай әкем жүрек талмасынан қайтыс болды. Арыстай әкемнен айырылғаным аздай, туған анамды ұзақ жылдардан кейін бірінші рет көруімнің өзі менің жүйке жүйеме үлкен салмақ болды. Бүлдіршін қыздарын тастап, өзге адамның етегінен ұстап кете барған адам сонша жылдан кейін түк болмағандай келіп тұрғанда ашудан жарылардай болдым. Қайта әкемнің туыстары сабырға шақырып, ақылдарын айтқан соң сабама түстім. Ал сіңлім бұл жағдайдан кейін мүлден шектен шықты. Ол әкем қайтыс болған соң менің үйіме келген болатын. Өйткені өгей анамызбен де сыйыспады. Туған шешемізге тіпті айтпағаны жоқ. Мен сіңлімнің туған анамызға деген өкпе ренішін түсінемін. Бірақ ол әкемді де, мені де адам құрлыға санамайтын. Жаңадан келін болып түскен босағам менің басымдағы жағдайды толық білетін және түсіністікпен қарады. Тіпті сіңлімнің бізбен бірге тұруына рұқсат берді. Тұңғыш балағым аяғым ауыр болып жүргенде сіңлімнің істеген қылықтары мен әбден шаршатты. Күндіз-түні қыдырады, үйдің тірлігіне қолының ұшын да тигізбейді. Не оқымайды, не жұмыс істемейді. Әкемнің туыстарынан менен ақша алады да білген істейді.
Сіңлім үшін күйеуім мен енемнен ұялсам да, оны түзелер, ойланар деп үміттендім. Егер мен оны қуып жіберсем, қайда барып сияды деп шыдауға тырыстым. Тұңғыш баламды туғаннан енем бауырына басты. Көп ұзамай менің аяғым тағы ауырлады. Тұңғыш ұлдан кейін өмірге қыз бала келдім. Кішкентай қызыммен үйде отырамын. Күйеуім болса бізді асырау үшін таңнан қара кешке дейін жұмыста. Ал сіңлім біздің оны үйімізге сыйғызып отырғанымызды, қандай қылық жасаса да түсіністікпен қарағанымызды ұққысы келмеді. Күйеуім тапқан нанды қымсынбай жеп отырып, айналадағы жұрттың бәріне бізді жексұрын етіп көрсетіп, жамандайтынында құлағым шалып жүрді. Кейде оған ақылымды айтып, ашық сөйлеспек болсам, ақылың өзіңе, мен не істесем де өзім білем, менің өміріме араласпа дейді. Сонда ол менің үйімде тұрып жатып, мені де, менің отбасымды да сыйламайды. Мен оған талай рет, біз саған ұнамасақ, өзіңмен өзің тұр, бұл үйден кет деп те айттым, бірақ кетпеді. Өзім кішкентай екі баламен үйдің тірлігімен басым қатып жүрген күндердің бірінде көрші үйде тұратын енем маған: «Қарағым, сенің сіңліңнің пұшымына қарасам, аяғы ауыр секілді. Егер оның бір адамы болса, тезірек отау құрып кеткені дұрыс. Қашанғы сенің қолыңда тұрады. Әркімнің өз отбасы бар. Еркектер деген шыдамсыздау келеді. Қайта сенің күйеуің сіңліңе осы уақытқа дейін ауыз ашпай келді ғой. Бірақ айналайын, жағдай ушықпай тұрып, сіңлің өз жөнін тапқаны дұрыс», деді. Мен енемнен мынандай сөзді естігенде жылап жібердім. Ол кісіге алғыстан басқа айтарым жоқ. Бірақ сіңлім жүкті деген ой маған үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Кейінгі кезде сіңлім қалың халат киіп алып, толып кеттім деп жүретін. Енемнің сөзінен кейін бірден кешке үйге келген сіңлімне қарасам, расында аяғы ауыр екен. Мен оған сұрақты төтесінен қойдым. «Сен екі қабатсың ба?» дедім. Ол бірден: «Жынданайын дегенсің бе? Қайдағы екі қабат? Толып кеттім», деп мүлдем мойындамады. Қанша бет бақтырмағанымен сіңлім жүкті екенін қашанғы жасырсын. Ақыры 7 айлық кезінде ол өзінің екі қабат екенін мойындады. Енді артқа шегінер жол жоқ. Ол баланы дүниеге келді. Одан баланың әкесі туралы сұрағанымызда ештеңе айтпады. Бала қырқынан шыққанша біздің үйде болды да, кейін жеке пәтер жалдап шықты. Ол пәтерді баланың әкесі төлейтінін айтты. Кейін білдік, баланың әкесі түрік жігіт екен. Оның Түркияда отбасы, бала-шағасы бар болып шықты. Әлгі жігіт сіңлім тұрып жатқан пәтердің 1 жылдық ақысын төлеп, өз еліне тайып тұрыпты. Сіңлімнің бөлек тұрады деген аты болмаса, әкемнің бауыры мен оған тамақ керек жарағын тасып тұрдық. Пәтерінің жалға алған уақыты біткен соң, ол тағы да менің үйіме көшіп келді. Қазір бізбен бірге тұрады. Баласы менің баламмен ойнап, әлденеге таласып қалса, жыласа, менің балдарымды ұрады. Ойыншықтарын өз баласына жұлып әпереді. Мұны көрген күйеуім маған ашуланады. Енем де кейінгі кезде көп сөйлейтін болды. Әрине, мен оларды түсінемін. Сіңліммен талай мәрте қатты ұрсысып, үйден тіпті қууды жібердім. Бірақ ол кетпейді. Ол жақында
балабақшаға жұмысқа тұрды. Алғашында баласын маған қалдырып жүрді. Кейіннен өзімен бірге балабақшаға апаратын болды. Қанша жұмыс істеп жүрсе де, ең болмаса тұрып жатқан үйіне бір нан ала келмейді. Айлық алған күні баласына қымбат киім алады да, айдың соңында жолына ақшаны бізден сұрап жүреді. Өз туған сіңлім туралы осылай жазудың мен үшін қаншалықты қиын екенін түсінсеңіздерші. Өз бауырын жамандауға қалай аузы барды екен деп сөкпеңіздер, өтінем. Сіңлімнің кесірінен шаңырағым шайқалудың алдында тұр. Ақыл-кеңестеріңізді беріңіздерші. Ұнаған болса, лайктарыңызды басуларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар.